Бүгін спермограмма жайында айтатын боламын, яғни сіз 3 нақты сұраққа жауап ала аласыз. Сонымен кеттік. Бірінші сұрақ: қашан және қандай жағдайда тапсыру керек спермограмманы? Спермограмманы 12 ай бойы жыныстық белсенділікте ешқандай жүктілік болмаса, екінші жағдайда варикоцелені емдеу кезінде спермограмманы тапсырған жөн. Екінші сұрақ: қайда тапсыру керек? Спермограмманы арнайы орталықта, яғни эмбриологиялық қызметі бар орталықтарда тапсырған жөн. Желілік зертханаларда мүлдем тапсырмағаныңыз дұрыс. Үшінші сұрақ: қалай дайындалу керек? Бұған арнайы 2-7 күн аралығында ешқандай жыныстық қатынасқа түспей, немесе мастурбациядан аулақ болуыңыз өте орынды. Және де ескерту: 7 күннен аспауы керек. Екінші жағдайда тағамға қатысты: мынау ащы, майлы тағамдардан аулақ болыңыз. Үшінші, дәрі қолданудан аулақ болыңыз. Егер де қандай да бір өмірлік маңызы бар дәрілерді қабылдап жатсаңыз, дәрігерлерге ескерткеніңіз жөн. Және де темекі, алкоголь өнімдерін тоқтатқаныңыз дұрыс. 2 апта бұрын, енді мен темекіні осы спермаға байланысты тоқтатқан адамды әлі кездестірмедім. Одан кейін жоғарғы температурада, яғни ванна, парларда болмағаныңыз дұрыс. Себебі жоғары температура жыныстық жасушалардың жетілуіне теріс әсер етеді. Осы сияқты пайдалы видеоларды достарыңызға тарата жүріңіз. Видеодағы сілтемеге өтіп, YouTube каналға тіркеліп қойыңыз.